Енді сөмкеміздің жанын тігіп бастаймыз. Қырлы болып түсетін жанын тігіп бастаймыз. Ол үшін мінекей қараңыздар. Мына беткі жағындағы галочкадан емес, үстіңгі жағындағы галочканың ортасынан ілгекті кіргіземіз және де артқы бөлігіндегі мына аралықтардан шығарамыз. Мінекей. Және де негізгі жібімізді осы бөліктен шығаратын боламыз. Осылай шығардық. Мына қалған бөлікті мына аралыққа ұстап отырып тігіп жіберсек болады. Тоқып жібергенде аралығына кіргізіп жібереміз. Мінекей. Жоғары қарай бір галочка пайда болды. Мынау бізде жалғанған тұз. Бұл аралықтың да ортасынан кіргіземіз. Мына жерден шығарамыз. Мінекей. Екінші галочка. Тура осылай тоқу арқылы қатарды аяқтаймыз. Мінекей қатарды аяқтап бір-біріне жалғадым. Енді ескерте кететін жайт, қандай да болмасын өрнек түсірем десеңіздер, ең алғаш қай затта болмасын осындай бір қатар қалыптасады. Міндетті түрде осындай қатар қалыптасады. Екінші қатардан бастап өрнек түсетін болады. Мейлі дәл осындай өрнек болсын, мейлі басқа өрнек болсын. Алғашқы қатарын осылай, егер табаннан бастайтын болсаңыздар, жанынан осылай тоқитын болсаңыздар, міндетті түрде осындай бір келкі галочкалар қалыптасқан бір қатар көтересіздер. Екінші қатардан бастап қана өрнек түсіресіздер. Ал енді біз бұл жерде мына өрнекті қайталап осыған жанына, боковойына түсіретін боламыз, осы қырына. Мінекей қараңыздар, негізгі жіптің шыққан тұсынан мына жоғарғы жақтағы екі галочкадан міне ілгекті шығардық, негізгі жіпті іліп алдық және де астыңғы бөліктегі оң жаққа қарай жүріп, галочканың астынан ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Жіпті міндетті түрде оң қаратамыз. Мінекей. Қайтадан мына галочканы қалдырамыз да, үстіңгі жағындағы галочкадан кіргіземіз. Астыңғы жақтағы галочканың астынан ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Тура осылай, еш нәрсені екі рет қайталап тоқымаймыз. Тура осылай мынаның барлығын тоқып шығып, мұнараға келтіреміз. Бұл өрнектің қалай тоқылатындығын сіздерге көрсеттім. Ал мен бұл жерде ешқандай да өрнек қалдырғым келіп тұрған жоқ. Мен осы сөмкенің қырын, боковойын тек осындай галочкалардан ғана тоқығым келді. Ол үшін мен мына жалғанған тұстағы галочканың астынан, мінекей, мына галочканың қақ ортасынан ілгекті кіргіземін. Негізгі жіпті іліп алып шығарамын. Мінекей, тағы да бір галочка пайда болды. Тура осылай екінші қатарды, мінекей, қарапайым осындай галочкалардан тоқып шығамын, барлығын айналдырып. Мінекей, мен екі қатар қырын тоқып алдым. Және де қатарды осылай бекіттім. Ендігі кезекте мына негізгі жіпті, осы дөңгелекті 7 рет айналатындай етіп өлшеп қиып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және де 7. Мінекей.
Мінекей мен осылай сөмкеміздің екі жағын тоқып алдым. Байқап отырсаңыздар, беткі жағында осындай узор болды, артқы жағын дәл осылай жай ғана галочкамен тоқыдым. Сіздер екінші бетінде мына секілді өрнек қылсаңыздар, немесе дәл осындай галочка сияқты қылып екі бетін бірдей қылып тоқсаңыздар да болады. Және де тағы бір айта кететін жайт, мен осы қырынан бірінші бетіне, оң бетіне екі қатар, сол бетіне екі қатар, яғни барлығы 4 қатар тоқыдым. Ал егер бұл сіздерге мынау кішкене тар болады десеңіздер, тағы да бір қатар қосып 3-3-тен барлығы 6 қатар тоқсаңыздар болады. Және де осы сөмкемізді бір-біріне беттестірген кезде бізде мына ашылатын бөлігін өздеріңіз өлшеп аласыздар. Осы сөмкенің тура қақ ортасынан есептеп ашылатын қылсаңыздар да болады, және де сәл мынандай аралықта ғана мен белгіледім. Ол қақ ортасы емес, сәл жоғарғы жағынан ғана ашылады менде. Ол қалай есептелінеді қараңыздар. Мына жердегі галочканың барлық общий санын санайсыздар, және де мына аяқталған тұстан өзіңіздің белгілі бөлігіңізге дейін санап аласыз. Оң бетінен қанша галочка санап алсаңыз, сол бетінен де тура осындай аяқталған тұсынан жоғары қарай осылай санаймыз. Менде барлығы 48 галочка болды, ал осының 22-сі менде мына жердегі ашылатын бөлігіне есептеп алдым да дәл осылай маркермен белгіледім. Сіздер де шатасып кетпес үшін осылай, не обязательно мынандай маркер болуы, басқа түсті жіппен мына екі жерден байлап қойсаңыздар да болады. Ал енді мұқият қараңыздар, біз бекітпе тігісін жүргізетін боламыз. Ол үшін бірінші оң бетін аламыз. Мінекей, мынау жоғарғы жағынан замок түсетін жер. Осы аралыққа мына жерге дейін 22 рет бекітпе тігісін жүргіземіз. Мінекей, сөмкеміздің жалғасқан жері, негізгі жіпті іліп аламыз, шығарамыз. Мына маркерді алып тастай салсақ болады енді. 1, 2, 3, 4. Өте қатты тартып, немесе өте бос қылудың да қажеті жоқ. Орташа қылып тоқсаңыздар болады. Мінекей санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Мынау менен 22. Мінекей, 22 болды. Мына жерде қатты мән беретін жағдай, біз мына оң жақ бетіндегі бекітпе тігісін жүргізіп алдық. Енді сөмкемізді бір-біріне былай беттестіреміз, сол жақ бетін. Енді осы жерде ескеріңіздер, сіздердің жоғарғы жақ бөліктеріңіз, ашылатын тұстарыңызды осыған сәйкестендіресіздер, және де оны мына жағына тоқылмаған бөлігін осылайынан сәйкестендіріп алыңыздар. Мына оң жақ бетіндегі бекітпе тігісі бізде жүргізілді, сол жақ бетінде жүргізілген жоқ. Енді біз былай қарай жүріп отырып тоқимыз. Мына сол жақ бөлігін айналып келіп мына жақтан тоқитын боламыз қазір. Сол үшін шатасып кетпеңіздер. Сол жақ бөлігіндегі ашылатын бөлігіңіз былай төмен қарап қалмасын. Осыны қатты ескеріңіздер. Енді бекіту тігісін жүргіземіз. Бірінші сол жақтан бастадық. Енді оң жағына кіргіземіз. Енді оңнан солға қарай. Солдан оңға қарай. Оңнан солға қарай. Солдан оңға қарай. Оңнан солға қарай. Шатасып кетпейміз. Мінекей, сол кезде біздің мына тігісіміз өте әдемі болып, осылай өрнек секілді тоқылатын болады. Мінекей, соңғы бөлігіне де келіп қалдық. Менің есептеген саным бойынша барлығы сәйкес келді. Сіздер де есептесеңіздер, сәйкес келуі қажет. Енді осы тұста қараңыздар. Біз осы аралыққа дейін тоқыдық. Енді мынау бізде оң жақ бетінің замок түсетін жағы деп, жоғарғы жағы деп айттық қой. Ол мына жерден басталды. Енді бұл жіпті шығарамыз. Бұл біздің оң жақ бетін тоқып бастаған кезде 6-7 орам етіп қалдырған жібіміз. Осыны осы бөліктен шығардық. Енді мына оң жақ бөліктің замок түсетін жағындағы, мына астың жағындағы емес, бока бойындағы бірінші галочкадан ілгекті өткіземіз.
негізгі жібімізді іліп аламыз, шығарамыз. Шығардық. Енді оны негізгі жіптің осы шығып тұрған жеріне қайтадан кіргіземіз. Мінекей. Мына арадан және де мына галочкадан кіргізіп, негізгі жібімізді тартып аламыз. Ал енді сол жақ бөлігіндегі замок түсетін бөлікті бекітіп тігеміз. Мына астың жағынан шыққан жібімізді маркерді алып тастасақ болады осы жерде. Мына бөлікке кіргіземіз, маркер шыққан бөлікке кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп аламыз, екінші бөлікке кіргіземіз. Ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Тура осылай қайталау арқылы біз сол жақ бөліктің замок түсетін бөлігіне бекітпе тігісін мынау сияқты әдемі етіп жүргіземіз. Және де оны осы маркер белгіленген тұсқа дейін тігеміз. Мінекей қараңыздар, сол кезде біздің тігістеріміз өте әдемі болып бір-біріне жалғасып тігіліп жатыр. Соңғы бөлігіне қарай келдік. Сол жақ бөліктің замок түсетін жоғарғы жағының. Енді мына маркерді алып тастаймыз. Соңғы галочканы бекітпе тігісін тігіп аламыз. Жіпті тартып алып шығарамыз. Соңғы бөлігіне жеттік. Байқап қарасаңыздар, мінекей оң жақ бетіндегі, мынау бізде оң жақ беті замок түсетін бөлігі мына аралық бекітпе тігісінен, астыңғы бөлігінің бекітпе тігісінен оңға қарай бұрылып кеткен. Ал енді мынау сол жақ бөлігі. Ол сол жақ бөлігі бізде осы секілді солға қарай бұрылуы үшін біз мына жіпті шығардық, негізгі жіпті, және де оны мына бекітпе тігісінің соңғы бөлігіндегі екі галочкадан өткіземіз. Өткіземіз. Негізгі жіпті өткіздік, және де оны осы өзінің шығып тұрған тұсына қайтадан кіргіземіз. Ол үшін мына астыңғы жағындағы бөліктерден бірінші ілгекті өткіземіз, және де мына галочканың ортасынан шығарамыз да негізгі жіпті іліп аламыз. Іліп алып шығарамыз. Сол кезде міне әдемі болып бір-біріне бекітілді. Мына бекітпе тігістен солға қарай бір тігіс, оңға қарай бір тігіс түсті. Енді мына артық жіпті осы сөмкенің ішкі бөлігінен мұқият байлап, мына аралыққа байлап, мына секілді бүйтіп тоқылған бөліктердің арасына өткізіп қоямыз. Мінекей біздің сөмкеміз почти дайын десек те болады. Мынау біздің замок түсетін ашық бөлігі, мынау оң жағы, мынау табаны, мынау сол жағы. По идее, екі жағынан қараса да мына өрнекте әдемі, бірақ маған мына өрнек көбірек ұнады. Мына келесі бетінде тура осындай өрнекпен тоқып жасасаңыздар да, немесе мынау секілді галочкамен осы бетінде солай тоқып, екі жағын бірдей қылсаңыздар болады. Енді келесі кезекте біз фурнитураларымызды енгіземіз. Сумкамыздың бетін, мына аралығын ашық тұсын жауып тұратындай бізде осындай замок орналасатын бөлікті тоқып аламыз. Ол үшін ең алдымен осындай жіпті аламыз да, басынан бір түйін жасаймыз, және де одан осындай галочкаларды шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 галочка шығардым. Енді бұл жерде сіздердің тоқитын бөліктеріңізге байланысты. Мінекей, мысалы үшін мына оң жақ беті, бұл жауып тұратын бөлік мына жерден шығады, және де ол ұзын болмайды. Мына аралыққа дейін ғана келеді десеңіздер, мына жасаған цепочкамыздың саны азырақ болады. Ал егер жоқ, оны мен мына жерден бастап былай қарай қайырылып тұрғанын қалаймын десеңіздер, онда цепочканың санын ұзартасыздар. Және де бұл тоқылған кезде былайынан үлкен көлем беретін болады. Яғни біз бұл жерде оваль формасын тоқитын боламыз. Мен барлығы 13 цепочкадан осындай етіп оваль формасын тоқып алдым. Енді бұл бізде қалай орналасады? Мінекей, мына ашылатын тұсының қақ ортасын белгілеп аламыз, және де сол жақ бөлігіндегі, артқы бөлігіндегі тұсқа міне осы аралыққа мынаны бекітіп тігіп аламыз. Бұл үшін белгілі мөлшерде жіпті қиып аламыз, көз мөлшерімен примерно, және де тура қақ ортасы санап алып жасағанымыз дұрыс болар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни бұл бізде 22 рет тоқылады дедім бағана, соның қақ ортасы 11. Енді оның артқы жақ бөлігі, мінекей сол жақ бөлігінен мына галочкалардан
ілгекті өткіземін. Мінекей мынау астыңғы жағындағы галочканың ортасынан, үстіңгі жағындағы бөлігінен мына аралықтан өткіздім, және де оны мынау аяқталған оваль формасының негізгі жібін тартып алып шығарамын. Осы тұста бізге мынадай трикотаж жібіне арналған ине қажет болады. Осы инеге жіпті өткіземін. Осыны бір-біріне бекітіп, аралықтарынан өткізіп отырып тоқимын, тігіп тастаймын. Ыңғайға келсем, мынаның астына қарай емес, осы жанындағы галочкалардың ортасынан өткізгеніміз дұрыс. Мінекей, осылай тігіп алдық. Енді мына артып қалған бөлігін сумкенің ішіне қарай өткіземіз міндетті түрде. Және де оны бір рет мына жерге түйіп алып барып, қалған бөліктерінен өткізсек болады. Осылай тоқылған бөліктердің арасына кіргізіп жібереміз. Артық қалған жібін қиып тастаймыз. Ал мына жақтан тоқу барысында бастапқы кездегі бастаған жіпті мына түйінінен шешіп аламыз. Ол ешқандай да сөгіліп кетпейді, қорықпаңыздар. Мына түйінін шығарып аламыз да, оны да мына тоқылған бөліктердің арасына кіргізіп жібереміз. Кез келген осындай артық қалған жіпті, немесе жібіңіз бітіп қалып бір-біріне жалғаған кезде осындай бөліктер артық қалса, оны осындай тоқылған бөліктердің арасына кіргізіп жіберсеңіздер білінбей кетеді. Окей. Осылай. Енді бұл жерде біздің сөмкеміз осылайынан мына аралыққа замок түсетін болады. Былай замокты ажыратып аламыз. Мінекей көріп тұрсаңыздар, міне бас жағында үшкірлері тұр. Осы үшкірдің арасына мына жіпті кіргіземіз де қысып тастаймыз. Қысамыз. Осылайынан жапқан кезде толықтай мына аралығы жабылып тұратындай етіп тартып өлшеп аламыз. Оның толық біткен жерінен, мынаның тоқтаған жерінен, мына астыңғы жағында мына темірлерін көріп тұрсыздар ғой. Осыны былай өлшеп отырып, артқы бөлігіне кіргізіп, мына аралықтарына кіргізіп бекітеміз. Мына тоқылған бөлігіміз біздің қалың болғандықтан, мына фурнитураның темірінің ұзындығы жетпейді бізге. Сондықтан оны өз-өзіне былай қайырамыз. Осы аралықтан жіп өткіземіз. Осы жіпті өткіземіз дағыны мынаның бөлігіне қиып аламыз. Және де мына аралыққа, өлшенген аралыққа сәйкестендіріп, мына бөлікке апарып, ілгекті ішкі бетінен кіргіземіз да, ішкі бетіне кіргіземіз. Мінекей. Және де осы бөліктен екі жіпті де тартып алып шығарамыз. Бастапқыда осылай түсіп кете береді. Енді бұны үш жағынан да тартып тіккен кезде бұл түсіп кетпейтін болады. Мына аралыққа да былай кіргізіп байлап тастаймыз. Міне мына аралыққа да басқа жіптен ғой, енді үшеуіне үш жіп пайдаланамыз да. Мына аралыққа да кіргізіп былай байлап тартамыз. Және де мына аралығына да былайынан кіргізіп, үшеуін үш жақтан тартып байлап тастаймыз артқы бөлігіне қарай. Мына аралыққа біріншісін кіргізсек, екінші жіпті басқа бөлігінен кіргіземіз. Өйткені бұл бір жерден шығарсақ,
дұрыс тартылмай қалады. Мінекей. Мына аралығына кіргіздік. Осылайынан кіргіздік. Енді артқы бөліктен жіпті тартамыз. Керіп тартып ішкі бөлігінен байлаймыз. Бірнеше қайтара байлап тастаймыз. Енді замогын орнаттық, ал фурнитураларын екі жанынан өткізетін боламыз. Бізде осында екі жағы ашылатындай мына аралығынан цеп өткен. Енді оны жанынан, жан тігісінен, мына тігістің аяқталған тұсынан өткізетін боламыз. Осылай оңай өтеді. Осымен біздің сөмкеміз дайын.